туралы ойлауға әлі ерте емес пе? Дұрыс айтасың. Дастарханға отырғанымыз жаңа ғана. Мұнымен не айтқыңыз келіп отыр? Әке, ол жер өте жақсы. Сияқтыларға жақсы әлі. Мұның сияқты? Жуынатын бөлмеге бару керек сияқты. Дастарханға кешкі ас келді. Ойымнан айнып қалдым. Шыдауға болады. Ас болса. О, Мексика тағамы, сүйіктасым. Шегімізді шырылдатпай тамақтанайық. Қане бәріміз астан алайық. Бұл сөзіңіз құлағыма майда жақты Лилия. Байқауымша, жиендеріміз әкесіне тартса, онда... Дәу болады, иә? Оның еш әбестігі жоқ, солай емес пе, Гаррель? О, жоқ, әрине жоқ. Оларға өзің зиян тигізбесең, әрине. Әке. Жоқ, біз әдетте қамалғандарды жақсы көреміз. Шрек, өтінемін. Ондайға қызымның игілігі үшін бардым. О, керемет, айдаһар күзеткен балабақша деңіз. Әкелік қамқорлық дегенді түсінбейсің. Бір дастарханда отбасыңмен кешкі ас ішкенде не ішесің, Шрек? Гаррель, Шрек! Фиона? Есек! Апа, Гаррель! Фиона! Жасың сенің мөлт етті. Көмекке міне мен жеттім. Үйреткен бәрін бір өзің. Бақытты болуды әрдайым. Қымбаттым. Ал керек болса, өзің бой жетіпсің ғой. Сіз кімсіз? Айналып кетейін. Мен сенің пер апайыммын. Менің пер апайым бар ма? Табаш. Қорықпа. Мұнда бәрін реттеп дұрыстау үшін едім. Бар болғаны сол ғана. Жаңбырдай жауғанда алтын теңгең. Бағалы көйлек бар тышқан тіккен. Кегенде шақ болып жараса кеткен. Болмасын енді уайыммен қайдан. Әрқашан көмекке келіп бер апайым. Әдемілеп сәндейм сені. Бәрі де сәнді матар. Сәндейм сұлулық сымбатын. Нағылдар сәнікке Ханзадан. Жүрегіңді сақтасын мәңгесін. Бақытты болғың келсе егерде Фионаға хабарласып Сол үлгіде мына сәндар бар. Атайдаушы керемет болса, кемшілікті жоямыз болсын егер. Өзгертіп болғанды тыққандай сымға. Береміз тосын қия, міне ал күшікті сым. Сән дейміз шашына қиылдың қасы. Қарайды Ханзада таңғала. Көзге шықты түрмені. Қозарбай Ханзада қарасын тамсана. Күн сайын өзіңмен құрсын ол келсін. Арнайды саған әнін, сәулесіне айдың. Таңдауып көрдіңе сәнді болар өзіңе. Ханзада келбеті, сүйеді тек сені. Жақсының бәрінде арнайды өзіңе. Сән дейм сұлулық сымбатыңды. Таңғалдыр сәніңмен Ханзадан. Жете! Білесіз бе? Рахмет сізге. Көп рахмет бер апай. Бірақ маған бұлардың еш қайсысы қажет емес. Бұл қалай болғаны? Қажет болмаса жарайды. Фиона! Саған күшік берген бе? Ал менің бөлмемде тек су сабын ғана бол. Бер апай, жиһаздар, сіздерді күйеуіммен таныстырайын. Шрек, күйеуім дейсің бе? Не? Қағыс естіген жоқпын ба? Қашан тұрмысқа шыққан? Мені құтқарған Шрек болады. Олай болуы мүмкін емес. Тағы бір туысың келіпті ғой. Ол маған көмектескісі келді. Жақсы, онда заттарымызды жинасуға көмектесін. Киім кешегіңді жина, жаны біз қайтамыз. Не?
Қайтамыз ба? Мен қайтқым Оны келмейді. қашан ойластырып қойғансыз? Келген сәттен баста. Кешірім өтінемін. Жоқ, ештеңе етпейді. Алаң болма. Бәрібір кетуім керек. Бірақ есіңде болсын қымбаттым. Егер менің көмегім қажет болса, бақытқа жеткізер, мөлт еткен бір тамшы көз жасы. Рахмет, біз онсыз да бақыттымыз. Бақытты. Байқап тұрмын. Кеттік, Кайл. Жарайсың, Шрек. Не? Саған айтудай-ақ айттым, мұнда келгеніміз дұрыс болды. Сен тіпті әкеммен тіл табысқыңда келген жоқ. Бері қара қаншалықты тырысып алдынан өтейін десем де, әкең бәрібір маған батасын бермесе. Ал сен сонда менің не қалайтынымды мүлде ойламадың ба? Әрине, саған заттарды жинасуға көмектесейін. Өз көзіме өзім сенер емеспін. Сен өзің тура. Ал айта бер, айтсаң Құбышық сияқтысың. Міне соңғы жаңалықты хабарлайын. Атаның қаласа да қаламаса да, мен құбышақпын. Ал қалай қанша? Біліп қой, өзгеретін ойым жоқ.